Саламатсыздар, мына Ерболатұлы Мирас баламыз. Жасы 9-да, Теміртау қаласынан. Қарағанды облысынан. Иә. Бұл бала өте өнерлі. Тұрсынбек Қабатов ағасының жаңағыдай несін орындап береді, ал айта ғой. Негізі ер азаматтардан сұрасын, жасың нешеде десе қанша бересің дейді. Еркектерге не керек екен де қанша бересің. Бірақ айтады. Жасың нешеде десең қанша бересің дейді. Біліп тұрасың енді, білемін, 40-тың үстінде екен, бірақ осы ренжітіп алмайынша осы. Жетемес екен деп бетінен бағыл қарап тұрасың да. 27 десіңіз ба десең, бәрі сөйтіп айтады да қуап қалады ғой. Жас көрінгенді қалаптан. Негіз айтатына, әйелдің қадасы шығам дегені, ерекеттің қадасы көрінгені екеу білдей. Өндіруден шықпан, біз біз уақытында үйге келмесек, ой, ызаланғандары мұсыңыздар ғой. Бүкіл прошлый жинап жүреді ғой. Диалас қояды саған бұл. Баласы ағыры бейістіп, подружкасына звондап, генеральный репетитор істеп, үйдің ішінде өзінен ұрлы отырып бар ғой. Қазіргі әйелді күйеу қарап тұрмаса жұмыс істемейді. Жалпы есікті ашық болсаң, есік сыпырлы, тамақ пісірілді, мал жайы ол метшітақ. Ол метшітақ. Ол арғайы уже болмайды ау деймін. Есікті ашық болсаң, балаң бақырып жатыр, жақсылып жатыр. Кімді көреміз? Ұйықтап отқан баладан көреміз. Балам, таңертең таңғасын 8-де күйеуін таңғасын бересің. Сосын ол тұрады, сериал, ВК, сағат 8 болды. Күйеуінің жұмыстан келетін уақыт есіне түсіп кетті. Шақшылып жатыр, балаң бақырып отыр. Әрине, енді ұйықтап отқандан баладан көреміз. Есікті ашқан күтіп тұрасың да күтіп тұрасың. Есікті ашып қалыңыз. Наверное, уже бар ғой, көтір. Бір кейді әкеңіз дейді, ана баланың бетіне қарасың уже непонятно уже. Мен вообще қандай кінәм бар мен. Күн сақта ұйықтаған адамын деп айтайын десе, ана баланың тіл шықпағанда әлді. Сосын балдар етіп қояды ол жағы. Папа келе жатыр. Анау үйде отырып, образ қарайды. Страшный мама маскасында қолған бетіне. Сосын есік ашып қалсаң. Бірі әр еркектің қазір өз тактикасы бар, енді әйелдің көңілін табатын. Біреулер сыйлық алады, біреулер шұттырған алады, әркім өтірленді. Солда бір подарка алып аласың. Үйге жақындаған кезде сен жаңа үйге жақындайсың, түсінләп жаңа ана подарканы беріп үлгермесең бірге жарыласың уже бар ғой. Есікті ашып қалады, мазан дейсің бар ғой. Ана подарканы көрген кезде бағанадан бері жинап отқанда фу кетіп шығып кетеді. Бірақ жүректің теріден шығып кеткеніне түрін білмейді ғой. Тірәлбей тұрады. Ана подарка көз жеткен жоқ та енді, неге білмейді жаңағы. Ертерек беріліп қоймайын деп жатқанын жаңағы. Подарканы ашады да сосын Сақинаны қолына тағады. Сақина ғой жаңағы. Қолына тағып алады. Телефонына қарай кетті. Подружкасына звондайын деп кетті жатыр жаңағы. Енді айту керек қой, енді сенікі келді ма, менікі келді. Ана ішін удай ашты керек қой, әйелдердің психологиясы сондай. Осы әзілді ондаған мен Ерболат Мирас. Сау болыңыздар.